Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге дикцияға арналған топ 3 жаттығуды айтатын боламын. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, дикцияны дамыту ол кез келген адамға қажет деп ойлаймын. Кейбіріміздің дауысымыз өте жіңішке, ал кейбіріміздің дауысымыз өте жуан болып келеді. Ал дикцияны жақсарту үшін сізге міндетті түрде түрлі жаттығулар жасау қажет. Жалпы дауыс ол пластилин секілді, яғни сіз өз дауысыңызды кез келген қалыпқа келтіре аласыз. Және оны кез келген жаста жасауға болады. Жалпы дикцияға арналған жаттығулар көбінесе жас талғамайды. Яғни оны сіз 50 жасыңызда да, 18 жасыңызда немесе бала күніңізден бастап жасауыңызға болады. Олай болса достар, дауысқа арналған жаттығуларға көшейік. Дауысқа арналған жаттығулар сан алуан түрлі болып келеді. Мен алдыңғы видеоларда да сіздерге көрсеткен болатынмын. Ол видеоларда мен комментарийға қалдырып кетемін. Егер де сіздер де сол жаттығуларды орындайтын болсаңыздар, сіздердің дауыстарыңыз одан ары жақсаратын болады. Ал келесі кезекте жалпы дауысқа арналған тағы да бір жаттығудың түрі ол вино шарабының, яғни ыдысымен. Виноны білесіздер, сол виноны ашқан кезде ода пробка деген дүние болады. Яғни мен мұнда суретін қалдырамын, сол жерден көріп, сондай затты сіздер үйлеріңізде болса, немесе достарыңыздың үйінде болса, сол затты алып, сіздер ерінге саласыздар. Және де ерінге салып, 30 секундтан 1 минутқа дейін жаттығуларды, немесе түрлі жаттауларды, өлеңдерді, мәтіндерді оқысаңыздар болады. Неліктен? Өйткені біздің ол тіліміздің және де жағымыздың дұрыс жұмыс жасауына көмектеседі. Яғни сіздер пробканы ерінге салып, сол жаттығуды жасайтын болсаңыздар, тіл кедергіге ұшырап, сіздің тіліңіз де жаттығатын болады. Және де сіздер 1 минут көлемінде, яғни солай пробкамен жасаңыздар, ал 1 минуттан кейін ол пробканы алып тастап, сіздер өздеріңіз сол жаттығуды жасап көретін болсаңыздар, немесе сол өлеңді айтатын болсаңыздар, онда дауысыңыздың әлде қайда өзгергенін байқай аласыз. Және де бұл жаттығуды күнделікті 2-3 рет жасауға болады. Жалпы пробканы енді өзіңіздің күшіңізге қарай жасаңыз. Егер тіліңіз сіздің қатты ауырып кететін болса, егер сіздің тамағыңызға зиян келмеу керек, және де тек қана ерніңізге қойып осылай жасасаңыз болады. Достар, сіздер міндетті түрде бұл жаттығуды жасағаннан кейін өздеріңіздің ой пікірлеріңізбен комментарийда немесе менің инстаграм парақшамда бөлісуді ұмытпаңыздар. Кезекте бізде екінші жаттығу. Бұл екінші жаттығу бізде әртүрлі жаңылтпаштарды айту. Яғни сіздер жаңылтпаштарды айтқан кезде біздің тіліміз, жағымыз, ерніміз барлығы да түрлі кедергіге ұшырауы мүмкін. Ең бастысы сіздер ол жаңылтпашты тез айту емес, дұрыс айтуды үйренулеріңіз қажет. Мысалға, мен алдында да айтып келе жатқан, яғни жаңылтпаш бар. Мысалы, арқада 6 арқар бар, қырқада 40 арқар бар. 40 арқарда ақ арқар бар, 6 арқарда марқа арқар бар. Яғни сіздер бұл жаңылтпашты ең алдымен дұрыс айтып үйренулеріңіз қажет. Ал дұрыс айтқаннан кейін барып, ол жаңылтпашты тезірек айтып үйренсеңіздер болады. Мысалға, көбісі жаңылтпаштарды айтқан кезде арқада 6 арқар бар, қырқада 40 арқар бар, немесе тағы да басқа деп ернін ашпай, жағын ашпай, осылай енді тез айтып кетуі мүмкін. Солайша олар ешқандай нәтиже болмады ғой деп жатады. Яғни неліктен нәтиже болмайды? Өйткені ол алғашында ол жаңылтпашты дұрыс айтып үйренген жоқ. Егер де сіздер жаңылтпашты ең алдымен дұрыс айтып үйренетін болсаңыздар, онда сіздерде міндетті түрде нәтиже болады. Осы кезекте мысалға арнайы сөз тіркестері немесе арнайы сөздер. Мысалға, гүбде, гүбде, гүбдо, гүбду, гүбді, гүбда. Яғни осылай бізде кестелер бар, мен экранға қойып кетемін. Сол кестелерді сіздер скриншот жасап, немесе өздеріңіз блокнотқа жазып алып, солай жасайтын болсаңыздар, онда бұл да сіздер дикцияларыңыздың жақсаруына көмегін тигізеді. Мысалға, біз күнделікті қолданатын сөздерді біз күнделікті айтып үйреніп қалғанбыз.
ал біз күнделікті қолданбайтын дыбыстарды, дауыстарды біз айтқан кезде біздің тілімізге ол кедергі келтіруі мүмкін, немесе жағымызға, осылай ернімізге солай кедергі келтіріп, ол дыбыстар бізде анық шықпауы мүмкін. Ал бізге барлық дыбыстарды анық шығару үшін, анық сөйлеу үшін бізге ол дыбыстармен де жаттығу жасау қажет. Сол үшін де достар, егер де сіздер осы айтылған кеңестерді ескеріп, дикцияға арналған жаттығуларды толық жасайтын болсаңыздар, онда сіздердің дауыстарыңыз өте керемет болады. Достар, видео ұнайтын болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен келесі кезекте тағы да дикцияға арналған жаттығулармен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.